Танака меморандумы қаншалықты қауіпті болды? Бірінші дүниежүзілік соғыс жылдарында Жапония соғыс қимылдарынан тыс қалып, осы жағдайды ұтымды пайдаланған ол, өзінің әскери күш-қуатын арттыруға, барлық күшін, әсіресе флотты күшейтуге пайдаланды. Жапония үшін Бірінші дүниежүзілік соғыстың нәтижелері тиімді болды. Оның экономикасы дамыды, сыртқы саудасы жаңа сыртқы нарық көздерін тапты. Әсіресе Азия құрлығында Европадан сауда ағыны күрт азайған кезде оларға аса тиімді сәт туындады. 1918 жылы тамыз-қыркүйек айларында Жапонияда күріш бүлігі болды. Күріштің қымбаттауына байланысты халық көтеріліске шықты. Бүлікшіліктер мен көтерілістер аяусыз басып жанышталды. 1923 жылы Жапония халқы өте тығыз орналасқан аумағында алапат жер сілкінісі болды. Ел астанасы Токио түгелдей қирап, 150 мың адам қаза тапты. Бірінші дүниежүзілік соғыстың аяғында Жапония ресейлік Приморье, Шығыс Сібір, солтүстік Сахалинді басып алу үшін кең көлемді басқыншылық соғыстарын бастайды. 1922 жылы жапондық әскер Сібір мен қиыр шығыс жерлерінен қуып шығарылды. Сахалиннің солтүстік бөлігін олар тек Жапония мен КСРО арасында дипломатиялық байланыс орнатылған соң 1925 жылы ғана босатты. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Жапонияның ие болған артықшылықтарын 1921-1922 жылдардағы Вашингтон конференциясы жоққа шығарды. ақш ұйымдастырған бұл әрекет Жапонияның барған сайын күшеюінен сақтанғандықтан туындаған еді. ақш Ұлыбританияны Жапониямен одақтасудан бас тартуға көндіріп, жапондықтардың Қытайға Шаньдун түбегін қайтару талабын қойды. Жапония сонымен бірге ақш пен және Ұлыбританиямен салыстырғанда теңіз күштерін шектеуге мәжбүр болды. 1927 жылы Жапонияда билік басына генерал Танака кабинеті, яғни сыртқы басқыншылық пен ішкі реакциялық саясатты ұстанған өкімет келді. Осы жылдарда Танака меморандумы дейтін құжат белгілі болды. Онда Қытайды, Үндістанды, Оңтүстік Шығыс Азия елдерін, Үнді Қытайды, Бирманы, Оңтүстік Шығыс Азияны, Үндістанды, әрі қарай Ресейді және тіпті Европаны жаулап алу жоспары қарастырылды. 1928 жылы заңға сәйкес сайлау өткізілді. Өзіне сенімсіздік танытқан парламентті қуып таратып, Танака кабинеті сайлаушыларға қатаң полицейлік қысым мен жемқорлықпен астасқан сайлау өткізді. 1931 жылдың қыркүйегінде Жапония Қытайға басқыншылық саясатқа көшеді. 1931 жылы Квантун әскері қысқа мерзімде Манчжурияны басып алды. Іс жүзінде Жапонияның отары ретіндегі император Пуи билігіндегі тәуелсіз Манчжоу-гу мемлекетін құрды. Жапондықтар ішкі Моңғолияны да иеленді. Пекинді қоса басып алу жоспарында болды. 1933 жылы Ұлттар Лигасы тарапынан айыптауларға ұшырап, Жапония бұл ұйымнан шығып кетті және осы іс-әрекет арқылы бүкіл әлемге алдағы уақытта ешқандай халықаралық заңдарға бас имейтінін білдірді. Осы кезде Жапония оқшауланып, үлкен соғысқа дайындыққа кірісті.